Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі тез дайындалатын бургердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір жуамызды алып, осындай теркінің үлкен шағынан өткізіп аламыз. Өткізілген пиязымызды таза тұрған табағымызға саламыз. Және оның үстінен майдаланған етімізді салып, үстінен бұрыш тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын болған фаршымызды міне осылай пакетке салып домалақтап аламыз. Дәл осы видеодағындай жазсаңыздар болады, және де осы котлеттерімізді пешіміздің осындай темір решеткасына қойып пісіріп аламын. Міне котлеттеріміз дайын болды, енді решеткамызға қойып аламыз. Міне котлеттеріміз дайын болды. Дайын болған котлеттерімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Бургердің ішіне қосатын заттар бізде бір дана қияр, жақсылап осылай дөңгелекше етіп турап аламыз, және қызанағымызды да жұқаша етіп әдемілеп турап аламыз. Және дәл осындай сыр қолдандым. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Сіз қалағанша сырларды қолдансаңыздар болады. Осындай кесеге кетчупты және майонезімізді жақсылап араластырып аламыз. Міне менде дайын бөлке нан, бургерге арнайы арналған бөлке нанымызды қолдандым. Қолдан жазсаңыздар да болады. Енді осыны астына май аққан астына ыдысымызға біздің бургердің нандарын салып аламыз. Жақсылап екі жағы қызартып алу үшін. Мен екі жағын қызартып алдым. Енді үстіне дайындығы болған кетчуп пен майонезімізді жағып аламыз. Оның үстінен біз котлеттерімізді саламыз. Оның үстінен дәл осындай сырымызды салып аламыз. Бетіне сыр қойып, пешімізге 5 минуттай қыздыртып алдым. Мен дәл осылай болып шықты. Енді оның үстіне салатты жапырағымызды қолдандым, және қызанағымызды, қиярымызды салып аламыз, және үстінен кішкене ғана кетчуп пен майонезімізді жағып, үстінен нанымызды жабамыз. Міне біздің үй жағдайында дайын болатын бургер дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Балалардың өте сүйікті астарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.